Баршаларыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте дәмді болып шығатын етті пирогтың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ыдысқа алдымен су, сұйық май және де тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнымызды саламыз. Және де қопсытқыш салып, барлығын жақсылап араластыра отырып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымызды дастарханға түсіріп, сәл илеп аламыз. Міне бізде осындай жұмсақ әрі қолға жабыспайтын қамыр шығуы тиіс. Енді оны салафанға салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Ол үшін алдымен пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Енді осы пиязымызды тартылған етіміздің үстіне саламыз және де келесі кезекте картоптарымызды кубиктап турап шығатын боламыз. Картоптарымызды да жаңағы ыдысқа салып, дәміне қарай қара бұрыш және де тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, оны екі бөлікке бөлетін боламыз. Бір бөлігі үлкендеу, екіншісі кішіректеу болуы тиіс. Енді осы үлкендеу бөлігін алып, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, оқтаудың көмегімен қамырымызды орап аламыз. Кейін ақырындап противеньға түсіретін боламыз. Және де қамырымыз қатты жұқа болмауы тиіс, қалыңдығы шамамен 3 немесе 5 мм болса жеткілікті. Енді осы қамырымыздың үстіне ақырындап біздің салмамызды салатын боламыз. Осылай видеодағыдай түзулеп, қасықтың көмегімен басып жіберсеңіздер болады. Енді екінші қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен домалақ пішінге келтіре отырып, жұқалау етіп жаямыз. Бұл бізде пирогымыздың үстіңгі бөлігі болады. Енді видеодағыдай ақырындап оқтаудың көмегімен осылай түсіріп аламыз. Енді осы пирогымыздың шеттерін түйіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, гармошка тәріздес етіп, қолымыздың көмегімен ақырындап баса отырып, барлығын түйіп шығамыз. Барлығының мөлшерін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Осы видеоның тақырыбының үстін бассаңыздар, сіздерде описание бөлімі ашылады. Сол жерде барлығы түгелдей жазылған. Сонымен қатар каналдың ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қосып, подписация белгісін басып, комментарий қалдырып, және де келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетулеріңізді сұраймын. Пирогымыздың ортасына ауа барып, жақсылап пісуі үшін осылай тесік-тесіп аламыз. Кейін бір жұмыртқамызды шайқап, бетіне осылай жақсылап жағып шығатын боламыз. Және де бетіне әдемілік үшін кунжут сепсеңіздер болады, бірақ бұл міндетті емес. Пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пешке шамамен 50-60 минутқа жібереміз. Міне достар, біздің етті пирогымыз дайын болды. Дәмі деген өте керемет дәмді болып шығады. Бір жасағаннан ақ сәтті шығатын рецепттердің бірі болғандықтан, сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ал сіздермен бірге болған мен Ажар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.